Жалғастырайық, Қазақстанда тіркелмеген мопед мінгендерді ұстау науқаны жүріп жатыр. 5 сәуірден бері мұндай көлік иелерінен мемлекеттік нөмір жүргізуші куәлігі мен сақтандыру құжаты сұралады. Әйтсе де жүргізушілер қос дөңгелекті көлікті тіркетуге асығар емес. Полиция қызметкерлері тек Алматы қаласының өзінде заңға бағынбаған 500-ден астам адамның үстінен айыппұл салған. Ал Ақтөбеде тіркелмеген мопед мінген оқушы жол апатына себепкер болды. Гүлвира Сейтенова толығырақ баяндайды. Водитель мопеда проехал на запрещающий свет светофора и совершил столкновение с автомашиной Toyota Camry. Мопед тізгінде 15 жастағы жасөспірім өзінің де көлігінің де құжаты жоқ. Мопедтің мемлекеттік тіркеу нөмірін де алмаған. Сөйте тұра қала көшелерінде емін еркін жүйткіген. 15 жастағы жасөспірім мопедті құжатсыз, мемлекеттік тіркеу нөмірінсіз басқарып, бағдар шамның тыйым салынған сигналына өтіп, Toyota Camry автокөлігімен соқтығысқан. Соқтығысу салдарынан жеңіл автокөлік қозғалыс бағытын өзгеріп, бас автокөлігісімен соқтығысқан. Апатқа түскен жеткінші қалалық балалар ауруханасына жеткізілді. Дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп тексеру жүріп жатыр. Ақтөбе полициясы жыл басынан бері скутер мінгендердің қатысуымен 2 апат болғанын айтады. Талап етілгелі аймақта 1000-нан астам жүргізуші мопедін тіркеткен. Ал Алматы полициясы демалыста мопедшінің артынан қуып әрең тоқтатты. Жүргізуші тәртіп сақшыларының тоқта деген талабына құлақ аспай қашып құтылмақ болған. Жолда көлігін басқара алмай құлап, әрі қарай қашқан. Полиция оны ұстап алды. Желіде жарияланған видеода тоқтату талаптарына елемей, полиция қызметкерлерінен жасырынбақ болған мопед жүргізушісін қуып бара жатқан көрсетілген. Кейбір жерлерден жаяу өтіп қашуға тырысқанына қарамастан, құқық бұзушы ұсталды және ол жол жүру ережесін бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сөйтіп Алматыда апта ішінде 180 мопед айыппұл тұрағына әкетіліп, иесіне 20 миллион теңге айыппұл салынды. Оңтүстік Астанада былтыр мопедшілердің қатысуымен 1000-нан астам жол апаты болған. 17 адам қайтыс болды, 1000-нан көбі жарақат алды. Тәртіп сақшылары енді жолдағы мопед апаты азаяды деген пікірде. Гүлвира Сейтенова, Альбина Өнербаева, Медет Исапанов, 7-ші арна.